Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге кезекті видео жасап жатырмын. Яғни Microsoft Excel'де 3-ші сабағымыз. 2-ші сабағымда мен көрсеткен болатынмын. Яғни фамилия аты жөні, яғни жеке-жеке ұяшықта тұрған, ұяшықта тұрғандарды біз бір ұяшыққа біріктіріп жазған болатынбыз. Яғни Ақтаев тегі аты Мұхтар, әкесінің аты Әшірбек ұлы болатын болса, сол бөлек-бөлек тұрған ұяшықтарды біз біріктіріп жасаған болатынбыз. Енді қазіргі мына формулада біріктіріп тұрған сөйлемдерді, яғни бөлек жазу әрекетін орындайды екенбіз. Яғни ол үшін не істейміз? Бірінші әрекет, бізге екі ұяшық қажет, яғни аты мен әкесінің аты түсетін. Ол үшін біз не істейміз? Яғни біздерге алда мына жерге және тағы мына жерге екі ұяшықты қосады екенбіз. Яғни екі аралыққа екі ұяшық қосамыз, көріп тұрғандарыңыздай. Яғни бұл жерге мына жерге аты түседі, мына жерге әкесінің аты түседі. Так, мына жерге аты деп жазып қояйын. Аты түсу керек және әкесінің аты. Так, осы жерге осы екі мәлімет түсу керек. Ол үшін не істеймін? Мына жерде көрсетіліп тұрғандай, данные, бірінші данныйға кіреміз, жоғарыда мына жерде соның ішінде текст плюс столбицовқа өтеді екенбіз. Яғни әрекетті өту үшін мына жүйені ерекшелеп аламыз. Данные текст плюс столбицов дейді. Ол жүйеге өтеді екенбіз. Одан кейін так. Далее пробел, значок таблица деген ат тастаймыз. И далее сосын текстовые дейміз. Яғни біздің енгізіп жатқан жүйеміз ол мәліметтерден тұрады екен. Готов дейміз. Автоматты түрде қарап тұрғандарыңыздай фамилия, жаңағы тегі, аты, әкесінің аты үшеуі үш ұяшыққа автоматты түрде түсті. Көрдіңіздер ғой, данные, текст плюс столбицов, ары қарап алгоритм бойынша жүйені таңдап өтесіздер. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса лайк, коммент білдіріңіздер және каналға жазылып кетіңіздер.